Мынау менің үйім. Бұл менің атам. Атам маған тек сөзбен емес, ісімен де үлгі болды. Атамның жанында жүріп үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді үйрендім. Бұл менің әпкем. Сырласым, ақылшым, жанашырым. Ол маған әрдайым қамқор болып, бір сәтте көңілімді таба білетін ерекше жан. Әпкемнен өткізген балалық шағым күлкі мен шаттыққа толы. Менің анам әр жексенбі сайын бізге арнап тәтті тағамдар дайындайды. Анамның қолынан шыққан әр тағам мейірімге толы жүрек жылуын сездіреді. Жексенбілік таңдарда анамның жанынан табылу мен үшін үлкен бақыт. Анам біздің шаңырақтың жүрегі. Бұл менің әкем, қамқоршым, қолқанатым. Ол менің тірегім, үлгі тұтар асылым. Әкемнің әрбір ісі, әрбір сөзі маған үлкен сабақ. Мен әр жексенбіде уақытты әкемнен пайдалы да қызықты өткіземін. Менің анам балбұлақтың тұнығы, я жаратқан қысқа ғана өмірді, екеуінің ұзақ болсын ғұмыры. Я жаратқан қысқа ғана өмірді, екеуінің ұзақ болсын ғұмыры. Әке, бала күніңді сағынсың, маған қара, маған қара. Әке, өмірді саған лайықты, анам ғана, анам ғана. Анам мен үшін төздің, жауынға, боранға да. Анна, әппақ сүтімді ақтаймын алаңдама. Әке, бала күніңді сағынсың,